сәлеметсіз танысуға бола ма демеу керек шығар, иә, бәлкім барып сәлеметсіз бе, сағат қанша екенін сұрасам бола ма деген сияқты. Мен мастер емеспін. Осы бір қызық оқиға, ханымдар келеді и айтады да, қазір көшеде мүлдем танысу жоқ дейді да. Андай тек инстаграмнан лайк басып қояды, от басып қояды, соның реакцияны күтеді деген сияқты. Не нәрседен қорқып тұрсың? Нақты айтшы маған. Мен барып пәленшемен танысуға қорқып тұрмын. Окей, түсіндік. Иә? Нақты неден қорқып тұрсың, соны айтып алайық. Жазамыз екен. Бір, неден қорқып тұрмын? Екінші, не болуы мүмкін? Ең нашар нәтижені елестетіңізші. Ең нашар. Мен ана көшедегі ханыммен танысуға бардым, и ол ханым не болуы мүмкін? Не істейді ол? Айналып бір тебе ма сізді? Или айқайлап күле ма? Мынау менімен танысуға келіпті деп, или не істейді? Ең нашар не болуы мүмкін? Ең нашар нәтиже, ол жоқ, таныспаймын деп айтады. Болды. Қорқынышты емес екен. Уже түсіну керек, менің психикам үшін анау таныс емес әрекет өте қорқынышты, сонымен қойшы бармай қояйын дегенмен шектеліп қаламын мен. Бірақ мен оны зерттеп көрсем, не болуы мүмкін деген сияқты. Әдетте ештеңке болмайды. Мен неден қорқып тұрмын? Екінші, жазыңыздар бұны. Ең нашар нәтиже не болуы мүмкін? Енді ең нашар нәтиже болды деп елестетіңіз. Кәдімгі сезіңіз, көзіңізді жабыңыз, мен бардым, елестетіңіз, бардым, ана қызға отырды да, жоқ, сенімен таныспаймын деп айтты. Окей. Бүкіл денемен қабылдадым. Уже қорқынышты емес. Төртінші қадам, сол нашар нәтижені болдырмау үшін қазір не істей аламын деген сұрақ қоямын. И бірден әрекетке көшім. Иә? Мысалы, барып, бас салып, сәлеметсіз танысуға бола ма демеу керек шығар, иә? Бәлкім барып, сәлеметсіз бе, сағат қанша екенін сұрасам бола ма деген сияқты. Мен мастер емеспін. Бірақ сіздер не етіңіздер? Ұсталып қалмайды құрсын. Енді барып, білмеймін, табиғат туралы әңгіме айтасыз ба? Бір жолын табыңыз да, и барып танысыңыз.